Жолдардың сапасы өте өзекті, маңызды мәселе. Биылдың өзінде біз бүкіл республика бойынша 13 мың шақырым жолдарды жөндеуден және реконструкциядан өткіземіз. Ол өте ауқымды жұмыс. Жаңа жолдарды салынып жатыр. Мысалы, Ақтөбе Ұлғайсын, Жезқазған Қарағанды, Жезқазған Петропавл. Жақында өздеріңіз білетіндей мемлекет басшысы үлкен тапсырма берді. Орталықтан батысқа қарай үлкен автожол дәлізін салу жөнінде. Біз биыл 15 ма, осыдан тура бір ай бұрын біз жұмыстарды бастадық. Осы Астанадан Ырғызға қарай жолды салуды бастадық. Осы жолды айтатын болсам, ол Торғай өңірі үшін және Арқалық қаласы үшін өте олардың дамуына өте үлкен серпін беретін жоба. Осы жолда Астанадан Ырғызға қарай Арқалық арқылы өтеді. Жаңа Жезқазғаннан Петропавлға баратын жол, ол да тура Арқалық қаласынан өтеді. Ол өтеді бизнестің дамуына, жалпы өмір сүру, осы тұрғындардың өмір сүру сапасының деңгейін арттыруға үлкен мүмкіндік беретін жобалар. Сондықтан біз әрине осы жұмысты жалғастырамыз. Өздеріңіз білетіндей, енді жеріміз кең байтақ, жолдың өзін салу үшін қомақты қаржы керек, қомақты инвестиция керек. Мысалы, Европалық елдерді айтатын болсақ, олардың территориялары ондай емес, сондықтан инфрақұрылымға да ондай үлкен ауқымды шығындар жұмсалмайды. Ал бізде осындай кең байтақ жеріміз болғаннан кейін ірі инвестициялар керек, бірақ біз кезең-кезеңмен оны іске асырамыз.